Сіздей бастық болған жоқ. Мәжіліс төрағасы мен министр бір-бірін қимай қоштасты. Ведомство басшысы депутаттармен тығыз жұмыс істеуге дайын екендігін атап өтті. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов пен ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек бір-бірін қимай қоштасты. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында Саясат Нұрбектің басқа қызметке ауысуына байланысты оның депутаттық өкілеттілігі мерзіміне бұрын тоқтатылды. Шешім бір ауыздан қабылданды. Мәжіліс төрағасы оның өте танымал депутат болғанын, оны қимайтынын айтты. Әріптесіміз Саясат Нұрбек мемлекет басшысының шешімімен ғылым және жоғары білім министрі болып тағайындалды. Қазіргі уақытта президент министрлікке үлкен міндеттер жүктеп отыр. Әріптесімізге осы қызметте сәттілік тілейміз. Парламентте аз уақыт істесе де заң шығару жұмысында өте зор үлесін қосты деп ойлаймын. Өте танымал депутат болды. Тек бір өкініштісі мәжілісте аз уақыт болды, деді Ерлан Қошанов. Кейін ол министрге мәжілістің атынан алғыс хат табыстады. Ал Саясат Нұрбек ғылым және жоғары білім министрлігінің есігі депутаттарға ашық екенін атап өтіп, Ерлан Қошановқа алғысын жеткізді. Өкінішке қарай сіздермен аз уақыт жұмыс істедім, бірақ мен әрқашан сіздердің қатарларыңызда боламын. Министрліктің есігі сіздерге ашық болады. Алла жазса, көп жұмыс істеуіміз керек. Сіздермен әрқашан тығыз байланыста болғым келеді. Бісмәллам осы қабырғада сақталады. Әрқашан жандарыңызда боламын. Ерлан Жақанұлы, сізге үлкен рахмет. Шын жүректен айтайын. Сіздей бастық менде ешқашан болған жоқ. Сіз ел ағасысыз. Қадірлі әріптестер, сіздердің көмектеріңіз бен қолдауларыңызға керек болады, деді министр. Сондай-ақ мәжілістің жалпы отырысында Берік Әбдіғалиұлының депутаттық өкілеттілігі тоқтатылды. Ол жаңадан құрылған Ұлытау облысының әкімі қызметіне тағайындалған болатын.